Генетикалық сараптама бойынша Болжамды әке Қоңыспай Данияр, болжамды бала Батырбай Айбатыр. Биологиялық туыстық ықтималдылығы. Даниярмен қандай жағдайда таныстыңыздар? Мен подругам болған. В одном районе біз тұрдық. Сол кезде мен жұмыстан шыққан кезде маған это жүр отырайық деді маған, мен мақұл дедім. Біз бардық, туған болды бір қызым. Біз сол туған күн шықтық и квартираға бардық, короче. Сол жақта мен, Меруерт, осы Данияр и тағы бір бала болған. Мен? Сен туралы айтқан жоқпын. Басқа Меруерт. Сонымен екі қыз, екі жігіт болды пәтерде, туған күн. Иә. Туған күнде Даниярмен таныстыңыздар, табыстыңыздар. Ауыр болса да сұрайын. Өзгелермен жақындасқан жоқсыз ғой? Тек қана Даниярмен сөйлестіңіз сол күні. Жақсы. Одан кейін өзіңіздің жүкті екеніңізді қашан білдіңіз? Біз, получается, Данияр кеткен кезде, когда он ушел, уехал, бір апта, по-моему, прошло, одна неделя прошла, сол кезде мен узнал, что мен екіқабатпын. Барып тест істедім мен. Данияр жаздым, звондадым. Данияр айтты, он мне не верил. Сосын айтты, давай с мамой твоей познакомимся деді. Мақұл дедім. Мама номер алды, жазған мамаға. Вот. Почему ты впутываешь его? Ты же знаешь прекрасно, что ребенок не его. Я была с ним на тот момент. Сюзанна, сіз тест жасадыңыз, нақты көзіңіз жетті, Даниярға айттыңыз, Данияр алғашында сенбеді. Одан кейін сенді ме? Поначалу он знал, он говорил, не кушай это, не кушай то, деп айтқан болмаған ше. Вот. Потом, когда уже прошло 8 месяцев, они пришли, забрали. И когда я пошла к нему домой, с того момента, как вот эта девушка Меруерт говорила ему что-то, и он после этого начал сомневаться. Баладан? Да, что якобы это не его ребенок. Жақсы, негізгі сұрақ қояйыншы. Сіз ғана білесіз ғой жауабын. Өтірік айтпаңыз. Баланың әкесі, Айбатырдың әкесі Данияр ма? Жоқ. Кім? Ну почему его? Қазір сенімдісіз бе, әлде күмән ба бұлда? Ну, посмотрите, я его родила, и он не похож на Данияра. Вот я знаю, кто отец ребенка. Кім? Жігіт басқа, он здесь в Алмате живет. Бала дүниеге шыр етіп кірген кезде білдіңіз ғой Даниярдан емес екенін. Онда неге тегін Даниярға бердіңіз? Я пошла туда беременной, понимаете? Түсіндім ғой, я. Вот, я там родила. Он знал, что не его ребенок, он все равно пошел и сделал. Он знал, почему так делаешь? Это вы несете ответственность. Жақсы, екеуі де кінәлі. Екеуін де ақтап отырған жоқпыз. Жақсы. Перзентханаға барған кезде сіз босанарда бала Данияр білді ме өзінен емес екенін баланың? Он знал даже, когда вот я только пошла туда. Данияр қорыққан ғой, ол просто жаңа қылмысқа жауапкершіліктен. Содан кейін ғана бұл үндемей жүрді. Бұл жерде факт жоқ. Данияр биологиялық әкесі емес дегенге. Бұл жерде күмән, күдік тек түріне қарап айтып тұр. Солай ғой? Анық қанығын ДНК сараптамасы ғана шешеді. Дауласудың қажеті жоқ. Келесі мәселе. Сюзанна, не себепті өзіңіздің Айбатырыңызды мына отбасыға табыстадыңыз? Мен таразға келген кезде жатын жер болған жоқ менде. Бірақ мен бардым, бір подруга үйінде тұрған мен. Сол подруга кет қалды. Вот. И содан кейін әпкем сестренкамен, баламен бірге келді. Вот. Сол кезде тұрым, ол подруга мне апарды баламды. Сол жақта болдық. Сосын Меруертпен жүрдік біз. Вот. Жоқ, шығарсыздар, маған өзі жаңағы жазғандарын, маған звондағандарын мен бәрін берген болатын. Содан кейін шешім кімнен болды? Меруертке сіз айттыңыз ба? Маған баламды бағуға көмектесінші деп, әлде бұл айтқан жоқпын мен бұл. Айтқан, сама предложила, я ничего не просила, сама она предложила. Солай болсын. Жақсы, одан кейін баланы апарып бердіңіздер. Апарып бердім, бірақ мен білген жоқпын, что осылай бәрі болады. Мен апардым. Мақсатыңыз қандай болды? Баланы бір 2-3 күнге қалдырып, одан кейін алып кету ма? Неге онда қолхат жаздыңыз? Потому что я же не знала, что... Мен чуть-чуть я понимала, мен кішкене білем, да, и мен жаздым, вот. Қазақ тілін түсінбей жазып бердім дейсіз бе? Қазір экранға шығарайықшы қолхатты. Ол жерде орысшада жазғансыз ғой? Батырбай Айбатыр Даниярұлы 14 наурыз 2023 жылғы. Мен өз еркіммен туған баламды өзім кәмелеттік жасқа толғанша баламды Мадиев Батырхан Қыдырбекұлы, әйелі Бейсенбек Шынар Марат қызына табыстаймын.
18 жасқа толған соң баламды опекун осы кісілерге беремін. Баламды асырап бағалмаймын. Анам да балама қарамайды. Ешкімге претензия не имею. Баламды алып кетпеймін. Сол кісілерге тапсырдым. Жақсы. Қалған сөздердің барлығын сыртқа шығарып Это қояйық. Претензия второе не было. имею деген өзі түсінікті ғой орысша. Это же второй раз было, когда уже я пришла, когда с Сен угрозами екінші рет было. келген Мен жоқсың, келдім. Сусана. Сол баланы әкелген кезде келдің, мен сені кафеде шақырдым, дұрыс па? Кафеде неған кезде не дедің сен? Мен алмаймын әпке дедің. Мен тұрмын ғой 18-де толғанда, подружкамда тұрған. Вот мен соны видеоға түсірмеппін. И Даниярдың үйіне неге кетіп қалдың сен? Ты же замужем. Почему я ушла? Да. Потому что вы меня простите, такие были там услуги. Он вообще уходит, его дома нету. Какой саған условия керек? Балаң деген зато Жоқ, отырады. жарайды. Олай сөкпеңіздер. Сусана, арыз жазылды ғой Даниярдың үстіне. Содан кейін екеулеріңіз отбасы құрдыңыздар. Я вам, когда они пришли на 8-м месяце беременности, я не хотела уйти. Но так как моя мама сказала, ребенок останется без отца, иди, сказала, понимаете? Я пошла. Я не хотела вообще к нему выходить замуж. Выйти замуж не хотели, да? Не хотела. Жақсы, сезім болған жоқ. Жоқ. Жай ғана нәпсімен сондай бір шикілік болды. Да. Одан кейін бардыңыз ғой енді. Жарайды, бардыңыз. Не жағдай болды? Тұрмыс дұрыс болмады ма? Ата ене дұрыс қарамады ма? Жоқ, бұл білмеймін. Вот мен енешкам со стороны, кім сестры приходили, всегда много вопросов задавали. Бір кісі айкапке бар, постоянно бүйтіп айтады, бұл Данияр баласы емес деп көп нәрсе айтады. Сол үшін еще бұл памперс алып бермейді, бүкіл мен мама алып берген сол кезде. Роддомға барған кезде киімдер мамам алып берді маған. Мен айттым, если ты ничего не делаешь, зачем тогда я служанка, что ли, в этом доме? Мен кетіп қалдым бұл. Одан кейін іздеді ма сізді? Іздеген жоқ бұл, даже Іздедім дедіңіз ғой жаңағыдай. Звондадым. Қойш, звондаған жоқсың. Не нужно. Сусана, сен айтайын, телефонға звондаса, вообще телефондамайсың. Жарайды. Сюзанна, енді қараңыз. Баланы апарып бердіңіз, қолхат жаздыңыз, иә? Өзіңіздің қалауыңызбен. Шын айтыңызшы, Сюзанна. Өтіріктің бәрін ұмытайықшы болды. Нет, говори правду, не Иә. надо врать, Сусана. Өзіңіз Я жаздыңыз ба? решила только, чтобы 2 недели посмотреть. Я Екі не апта. собиралась. Я не собираюсь ребенка отдавать, понимаете? Да неге солай Онда неге 2 айға созылып кетті? Айтшы, біз сіз түсінуге тырысайық. Мен де сенбеймін, анасы баласын өзге біреуге тастап кетеді дегенге. Я потому что работала. Я хотела. Қайда жұмыс істедіңіз? Я в кафе работала. Кафеде? Кім Сусана. болып? А? Кім болып? Я и посудомоечницей, официанткой, и барменом работала в один день. Ну, посуду мыла в конце, когда уже все заканчивалось. Вот. 2 айда бір рет іздеп бардың ба? Барған жоқпын, ну потому что вот эта девушка угрожала мне, пойдет, эта женщина мне много вопросов задает. Қалай мен барам? Қалай бұлар бопсымайды сізді? Бала сіздікі Мынау ғой. қыз, Мирой деген қыз, ақша бересің, сосын баланы алып келсін деген бір үйде кісі, вот, солай. Жақсы, жарайды. Ақшанды беремін, жарайды. Барайын деп баланы көрмедіңіз бе барып енді? Мен шақырғанда да үйге келген жоқсың, баланың бетінен де сүйген жоқсың. Неге полицияға хабарласпадыңыз? Менің баламды күштеп ұстап отыр, маған бермейді деп. Сені микрорайонға да 5-ші микрорайонға іздеп бардым. Талай артыңнан ақпарат болған. Мен просто видеоға түсірмегенім. Жарайды, Гүлнар ханым, рахмет. Не үшін маған ешкім айтпайды, сіз только... Мен звондадым. Не үшін маған ешкім айтпайды? Еще раз. Жарайды, айқайламаңыздар. Іздеген кезде не үшін маған ешкім айтпайды? Айқаймен ештеңе шешілмейді. Когда, можно вопрос, пожалуйста? Когда они мне поставили перед фактом, что эта дорогуша отдала ребенка туда, я им задала вопрос: вы головой дружите? Да. Я вам говорила, вы головой дружите? Во-первых, вы берете расписку с несовершеннолетней. Да. За нее нет ответственности, за нее буду отвечать я. Вы что делаете? Они мне ответили. Я устала от их вранья. Они мне ответили, сказали, мы вызвали акимат, мы вызвали юристов, мы на все потратили деньги, они нам сказали так, они нам сказали так. Я говорю, ну как вам юрист разрешил брать расписку от несовершеннолетней девочки, у которой нет ответственного лица? Понимаете? Я им сказала, нас за это посадят. Нас за это посадят. Сынамасын, сіздермен болған көреміз. Мен Руслан Өтепбай, ағайын, өте абай болыңыздар. Бағдарламадан соң 6 айлық Айбатыр мен оның болжамды әкесі Даниярдан сілекей сынамасы алынды. Серіктесіміз Айлап 100+ лабораториялық орталығы араға бір апта салып, оның нәтижесінің дайын екендігін хабарлаған болатын. ДНК қорытындысын білу үшін студияға Даниярды, Сузанна мен оның анасын шақырттық. Алайда жас қыз сол күйі төбе көрсетпеді. Сузаннаның баласының әкесі кім? Ол сұрақтың жауабын бір білсе, Гүлмира Асқарқызы білет. Студияға Айлап зертханасының өкілін шақырамыз. Сюзаннаның баласының әкесі Данияр ма? Генетикалық сараптама бойынша болжамды әке Қоңыспай Данияр,
болжамды бала Батырбай Айбатыр. Биологиялық туыстық ықтималдылығы 0%. 0%. Демек, Сюзанна дұрыс айтқан болып тұр. Гүлмира Асқарқызы, жауапқа рахмет. Сізді шығарып саламыз. Бұл қағазды мен, Данияр, сізге табыстайын. Сіз бүгіннен бастап күмән сейілді, әкесі емессіз. Енді туу туралы куәлігіңде әке деген жазуда Данияр ол деп көрсетіліп тұр ғой. Оны енді қалай өшіруге болады? Біріншіден ахат деген бар ғой енді. Азаматтық хал актілерін тіркеу бөліміне барады. Содан сіз бағанағы әкелікті алып тастау туралы өтініш жасайсыз. Олар өз кезегінде сізден қанағаттандырудан бас тартады. Ол реттілігі сондай. Содан кейін соны алып, кәмелетке толмағанда сіздер